Андай, короче. Өте әдемі прям. Қазір істегенде де біз бәрібір отырмайтын еді. Осындай салқын, короче, көже алдық. Нормально ма? Осындай саған киткат. Бірақ біз әлі Сарыағаштамыз. Мынау Мұстафаның тамағы. Фатимаға сәлем достар, бізде бар арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, және де бүгінгі менің видеом өте қызықты болады. Себебі бүгін мен сіздермен бірге 24 сағат Сарыағашта боламын. Мына жерде енді көрінбейді. Но қазір мен сіздерге барлығын көрсететін боламын. Бірақ бүгін мен 24 сағат бойы Сарыағашта деген челлендж түсіретін боламын. Біз бағанадан бері неде болдық? Әпкеміздің үйінде болдық, қонақта болдық, және де тамақ жеп алдық, арбуз, бешбармақ, короче, өте күшті болды. Енді біз қазір Сарыағашқа келдік. Қазір енді мен сіздерге барлығын көрсететін боламын. Осы жерде 24 сағат болатын боламын. Мен сіздерге осы видео ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Болса осымен мен видеомды бастаймын. 612 біз бастаймыз. Кеттік. Достар, біз, короче, Сарыағаш медресесінің аймағына келдік. Осы аймақты демалыс орын жасаған. Бұл мешіт ол Сатыбалды атындағы ислами мешіт. Мына жерде осындай салауат айтудың үлгісі жазылған. Міне осындай. Осының аймағының барлығын демалыс орын жасаған. Міне өте күшті. Қазір енді ішін көретін боламыз. Біз осылай не киіп алдық. Мынандай, короче. Қараңыздар, люстралар осындай әдемі, прям. Мына жерде осындай күшті. Мынандай киім. Күшті. Мына жерде давай Фатима салалға садақаға. Молодец. Фатима, давай Мұстафаның атына сал. Ой, молодец. Арғам. Мына жерде Келес өзені осыдан сарқырама жасап қойған. Осы ағып ана жерге қарай кетеді. Қараңыздар қандай әдемі. Күшті, я, мына жерде шыршалар бар. Осындай сөздер жазып қойған. Өте әдемі прям. Осындай вид мына жерде. Ал мынау жаңағы сарқырама. Осындай. Мына жерде мен Османов Шакир Ишан атындағы спорт кешені осындай мына жерде. Прям үлкен ғой. Достар, қараңыздар, осындай катерттер бар екен, бірақ бұлар походу қазір істемейді. Мына жерде вообще адам жоқ. Бұл жерге адамның барлығы кешке қарай жиналады. Кеше де істемейтін сияқты, өйткені еще күн прям жанып тұр. Қазір істегенде де біз бәрібір отырмайтын едік, себебі прям жанып кетейін деп тұр. Дауға прям ыстық, ужасно. Осындай салқын, короче, көже алдық. Қастай күшті болып тұр екен. Мына жерде міне. Әрі тұрыңдар отырамын. Нормально ма? Алам. Конечно, вкусно. Мама сізге ұнады ма? аружандар мынандай нәрсе көрсетем. Мынау бізге мынау мамам екеулеріңе. Мынау менің папама. Мынау мамама. Потом мынау Мұхамеджан екеумізге. Саған мен көрсетеміз. Круассандар. Сосын осындай саған киткат.
сосын біреу мынау Фатимаға, мынау барлығымызға. Сосын сендерге сатыватса. Достар, мен 24 сағаттық Сарыағашта деген челленджім болмай кетті. Сол үшін короче, достар, бізде машина бұзылып қалды. Сондықтан да біз примерно 2-3 сағаттай СТО болдық. Сосын деген тұрдық, сол жерде жаттық, ұйықтадық, барлығын істедік. Бірақ біз әлі Сарыағаштамыз. Сондықтан да менің челленджім әлі жалғасуда. Мен қазір сіздерге жолды көрсетемін. Енді біз прям өте көп тұрдық анау машинаны жөндедіп, бірақ енді қазір жолға қайтадан шықтық. Міне Сарыағаштың кафе Полат Самсагумма. Айшаға лайк басып кетіңіздер. Сіздер үшін Айша тырысып, қолынан келгенше видеолар түсіріп жатыр. Шаршап жүрсе де, демалып жүрсе де түсіріп жатыр. Так что қолдап кетіңіздер. Міне мешітке намаз оқуға кіріп кетті. Ал мен отырамын осы жерде. Ой, достар, мен қатты шаршап кеттім. Жаңа 2 сағат СТОда отырған кезде өліп, тауып кеттім, короче. Далада қараңыздар. Ане Фатима, мамам, Аружан ойнап жүр. Мен далаға вообще шықтым кеп тұрған жоқтала. Ыстық болып тұр прям. Ой, Сарыағаш деген жаман ыстық екен ғой, достар. Мамам, Фатима. Достар, біз қазір қонаққа барамыз, және осындай нелер алдық. Мынау Мұстафаның тамағы, осындай кәмпит и осындай печенье, короче. Енді тағы да іздеп жүрміз. Фатимаға осындай блинный, короче. Достар, біз әлі қонақтамыз. Мен уже ұйықтайын деп жатырмын. Себебі бізде сағат примерно уже 2 болды. Және де мен уже челленджімді аяқтаймын. Мен енді өздеріңіз көргендей осы Сарыағашта 24 сағат бойы болдым. Сіздер барлығын көрдіңіздер. Мен енді осы Сарыағашта болуға тырыстым барынша. Және де мен қолымнан шықты. Сіздер үшін осы жерден кетпей осылай жүрді мен Сарыағашта. Осы челлендж сіздерге ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде менің еңбегімді бағалап, маған лайк басып, маған тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Олай болса, осымен видеомды аяқтаймын. Бәріңізге көп рахмет. Қош сау болыңыздар.